Қайырлы күн ағайын. Тағы да сол 42.500 теңгені алу төңірегіндегі әңгіме. Сұрақ өте көп, алу жолы қиын болған. Енді бір жаңағы қуанышты жаңалық, ол 42.500 теңгені алу жолы жеңілдей түсті. Яғни қарапайым халық үшін оңай алынатын болды. Еліміздің еңбек және әлеуметтік сақтау министрі Біржан Нұрымбетов мырза арнайы сайт ашылатындығы жайында мәлімдеме жасады. Ол сайт бүгіннен бастап жұмыс істеп бастайды. Қалай ол сайт жұмыс істеп бастайды? Мен сіздерге арнайы видео түсірем. Менің каналыма жазылып алыңыздар. Мен сіздерге қадам-қадаммен қалай ары қарай тіркелетіндеріңіз жайында түсінікті етіп видео жолдайтын боламын. Бірақ ол кішкене сәлден кейін болады. Қазір сіздер бірінші кезекте единый совокупный платежды төлеңіздер. Кім төлеген жоқ, солар единый совокупный платежды төлеңіздер. Кім төлейді? Мен соған тоқталып өтейін. Единый совокупный платежды төлейтін азаматтар соңғы 12 айдың ішінде ешқай жерде ресми түрде жұмыс істемеген азаматтар. Яғни таксист болып, нянька болып жұмыс істеп, басқа да бір жұмыстарды істеп, грузчик болып жұмыс істеп, бірақ ресми, яғни трудовой договор, еңбек шартын жасамай, ешқай жерде келісім шартпен жұмыс істемеген азаматтар, сол азаматтар міндетті түрде жаңағы единый совокупный платежды төлеу керек. Бірінші. Егер бірақ ол азаматтар ИПшник болмау керек. ИПшник болып қалса, мысалы, сіз ИПшниксіз, бірақ бір кезде өзіңіздің атыңызға ашқансыз, ол ИПшник ашық тұр әлі ИП. Оны жапқан жоқсыз. Ондай жағдайда сіз ондай единый совокупный платежды төлей алмайсыз. Өйткені ол жай қарапайым қатардағы азаматтарға арналған төлем. Сондықтан егер де сіз жай қатардағы қарапайым жұмыссыз азамат болсаңыз, яғни жұмыссыз дегенде қалай? Бейресми жұмыс істедіңіз ғой бір жерде. Сондай азамат болсаңыз, онда сіз осы единый совокупный платежды қазір төлеп тасталыңыз. Өйткені жаңағы екінші өтінім бергенге шейін сіздің төлеміңіз өту керек. Қалай төлейтініңіздің екі жолы бар. Біріншісі ол Каспи деп қой, банктік приложение арқылы төлейсіз. Мен сіздерге қазір осы видеодан кейін оны көрсетемін. Жалпы менің каналымда бар негізі ол қалай төлеуге болатындығы жайында. Мен қайтадан көрсетемін. Екінші жолы SMS сообщение арқылы төлейсіз. Оны да мен қазір сізде осы сөзім аяқталғаннан кейін көздеріңізге анық көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бұдан кейін жаңағы арнайы сайт жұмыс істеп бастағанда, Telegram бот жұмыс істеп бастаған кезде сол арқылы сіздер қалай өтінім беретіндеріңіз жайында анық қарапайым, қазақтың қарапайым тілінде сіздерге видео көрсететін боламын. Видеоны барынша өздеріңіздің таныстарыңызға, туысқандарыңызға таратыңыздар. Менің Instagram каналымда да көп ақпараттар бар осыған жай, осы 42.500 теңге алу жайында. Instagram парақшама да тіркеліп алыңыздар. Жалпы ақпарат күтіңіздер. Каспи KZ арқылы единый совокупный платежды қалай төлейсіздер? Яғни бірыңғай жиынтық төлемді. Сол жайында видео нұсқаулық. Міне, сіздердің мынау Каспи приложенияларыңыз ашқан кезде осылай бірінші беті тұрады. Жоғары жағында үш сызықты басасыздар, платежиға басасыздар. Что хотите оплатить деген жерге ЭСП деп жазасыздар. Сол кезде единый совокупный платеж деген шығады. Осыған басасыздар. Қараңыздар, осыған басқан кезде ішінде место регистрации деген жер бар, оған басасыздар. Қалалы елді мекенде пропискаңыз қалалық елді мекенде болса 2651 теңге. Ауылдық елді мекен болса 1325 теңге 50 тиын. Өзіңізге байланысты қарайсыз. Мен қалалықты таңдадым. Период оплаты бассаңыздар, ішінде апрель деп тұрады. Мартты таңдай алмайсыздар, өйткені ол осы қазіргі шаққа ғана төленеді. Сондықтан апрель. Апрель таңдайды. Иін деген жерге өзіңіздің иініңізді тересіз. Продолжить басасыздар, келесі бетке өтесіздер. Бұл қазір өте көп адам төлеп жатқандықтан мына не осылай кішкене сәл істеңгіремей тұр. Бірақ сіздер өстіп төлеп продолжить басқан кезде екінші бет ашылады. Екінші бет ашылған кезде астында қай шоттан төлейтіндігіңіз жайында сізден ақпарат сұрайды. Каспи KZ болса, Каспи Голдыңызда болса ақша, Каспи Голд таңдайсыз да, ары қарай
оплатить дегенді басасыз, яғни төлеуді. Соны басасыз да ары қарай төлемді жібересіз. Сол арқылы сіз өзіңіз үшін төлемді өткізесіз. Бұл төлемнің бірінші жолы. Қазір мен сіздерге SMS сообщениясы арқылы, яғни сізде карточка жоқ, Каспий Голд жоқ, ешқандай ненің жоқ болатын болса, онда SMS сообщениясы арқылы қалай төлеуге болатындығы жайында екінші видеоны көрсететін боламын. Жаңағы ESP-ні төлеудің екінші жолы SMS сообщениясы арқылы. Сообщенияға кіресіз, создать жаңа сообщение жасайсыз. Получатель деген жерге, қазір бір минут. Получатель деген жерге 5505 деп тересіздер. Бұл получатель. Ал текстқа, жазатын текстіңізға не жіберетіңіз? Егерде сіз қалалық елді мекенде болсаңыз, ағылшын тілінде город ESP дейсіз. Бірге жазасыз. Город ESP, пробел, яғни бос орын. Одан кейін өзіңіздің иініңізді жазасыз. Өстіп сообщениені жібересіз. Сол кезде жаңағы 2651 теңге сіздің телефоныңыздың балансынан ұсталынатын болады. Егерде сіз ауылды елді мекен болатын болсаңыз, тура сол 5505 нөміріне, бірақ сообщениенің тексті село ESP бірге жазылады, пробел, бос орын, яғни иініңіз. И жібересіз. Болды, бұл екінші жолы. Қайттан қайталап айтам, бұл төлемді төлейтіндер жеке кәсіпкерлер емес, ИПшниктер емес, жай қарапайым азаматтар, қатардағы қарапайым жұмыссыз азаматтар ғана төлейді. Жұмыссыз азамат болған күннің өзінде де, егерде сіз соңғы 12 айдың ішінде 2019-дың апрель айынан бастап бір жерде апрель айынан кейін бір жерде хотя бы бір ай жұмыс істеп, сіз үшін бір ай официально не пенсионка, не социальное отчисление төленсе, онда бұл бірыңғай жиынтық төлемді төлемей-ақ қойсаңыз болады. Өйткені соңғы 12 айдың ішінде бір төлем. Ал егерде ешқандай төлем болмаған болатын болса, өстіп бірыңғай жиынтықты төлейсіздер да, одан кейін барып келесі қадам электронды өтінім бересіз сізге әлеуметтік көмек көрсету үшін. Назарларыңызға рахмет.